мен ол организация шыққым келмеген бар. Понимаешь? Маған өздері хабарласқан жоқ, мен білмеймін. 3 ай ма 4 ай дайындалып кетті да. Ұзақ сосып жіберді да. Мен айттым Зияға, Зия, давай бір айдың ішінде төлесіп, потому что халық күтіп отыр деп. Ол жоқ, анаяқтан алып та, жоқ, 3-4 ай дайындаламын. И, конечно, оған дайындық керек. Постоянно по жизни бухал, кайфовал на. Печеньнен печень қалған жоқ на. Оны 2-3 ай дайындалу керек. Конечно, формада емес ол. Гонорар, ақша деп айтып жатырмыз ғой. Негізі сол ұйым қанша төлеу керек болды? Последний ешка. Мэрсіне кілтін беру керексіңдер дейді да. Сырттан өсектемей осы жерде камераның алдында айта салайын. Ануарбек мұхиттан қорқып жекпе-жектен шықпай қойды. Сен не бас кетіп отырсың натуре. Спортпульс, маңызды жаңалықтар, бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде ерекше шығарылым. Білесіздер, осыдан бірер апта бұрын Мұхит Амантаев пен Ануарбек Бекембетов арасындағы жекпе-жек өтуі тиіс болған. Белгілі бір себептерге байланысты бұл жекпе-жек болмай қалды. Халық көптен күтті. Енді осы сұрақтың жауабын білу үшін біздер бүгін студиямызға арнайы Ануарбек Бекембетовті шақырдық. Мотиватор, осы қазақ ММА бокс индустриясында өзіндік орны бар, аты шулы деп айтуға болады. Қазақстанға шоуда келген деп айтуға бола ма, болмай ма? Енді білмеймін, енді со стороны винее дейді ғой. Бізде қазақ елі өздері айту керек та. Адамдар өздері айту керек. Енді біз шоу жасап отырық, бүкіл ойлап қарасаң, не только для себя. Қазақ елі үшін да. Біреу шоуды түсінеді, біреуді шоуды түсінбейді. Білмеймін енді, кому-то сөйлемеді десе, тағы айтады сөйлемеді деп. Сөйлет десе, тағы да айтады сөйлет деп. Разогрев – это лишь разогрев, это лишь шоу. Енді жекпе-жек жайында айтайық. Зия Алиев ұйымдастыру тиіс болған. Не үшін болмай қалды? Біз Мұхиттың жауабын естідік, енді сіздің жауабыңызды естісек. Біріншіде баршаңызға ассалаумағалейкум. Жалпы негізі сол комментарийда бәрі жазып отыр да, интрига болып кетті, ол деген шоу болды, қайда жоқ, өтірік, Санта Барбара болып кетті, там сериал болып кетті дейді оны. Енді мен өзім позициямды айтайын. Бізде Зия Алиев организатор, сол бойдың организаторы бізге хабарласты. Банағы мен турнир жасалмаятын, там билеттер өтпей жатыр дейма, короче, Мұхит айтқандай, билет өтпей жатыр. Мағанда да сол әңгімені айтты. Билет өтпей жатыр, жарысты жасалмайым деді. Сосын енді мен оны Мұхит бесплатно төлесуге дайын дейді. Мен айтам, бесплатно любой организацияға шығып бесплатно төлесіп салуға, не только ол организацияда. Ол бесплатно далаға шығып та төлесіп салуға. Мен Мұхитқа айттым, давай төлесесің ба бірге бір, без камераны. Залына келдім, давай бірге бір төлесіпсек еркекше. Ол задний берді. Конечно, он бесплатно төлесіпсейм де спокойно айтады да, потому что оған спонсорлары ақша береді. Жоқ дегенде, ол организация оған ақша бермеген жағдайда, оған жоқ дегенде бір 20-30 миллион теңге да. Мен сонда бесплатно төлесем ба сонда? Қалай? Мен айттым, давай, проблема жоқ, бесплатно төлесіп берем дейді. Бесплатно қайда төлеседі? Зияға айтам, жақсы, мен бесплатно келсем, төлесем. По-любому сен турнир жасап отқан жоқсың ғой, дұрыс па? Жасап отқан жоқ, қайда далаға шығып, гостиницаның алдына шығып төлеспейміз ба сонда? Бұл проблема жоқ, ол мен төлестен қашпаймыз. Ол действительно бесплатно төлесетін адам емес ол. Өзі айтып отыр ғой, қанша 15 миллион ба ақша кетті, бүйтті, сөйтті дейді. Сол? Осы ретте сұрақ қоя өтейінші, енді оның сұхбатын көрдім. Мұхит Амантаевтың айтып жатыр, бәленбай миллион ақша кетті, витаминге, анаған, мынаған, енді айта берсең көп. Сізде шығын кетті ма осы жекпе-жекке? Любой боецта, любой боксерда, ММАщик болсын, боксер болсын, любой салада, любой адамда ақшасы кетеді. Мен ақшам кетті,
ақшам кетті, мен дайындалған ақшама қанша ақшам кетті, мен оны Зиядан алдым. Оған ешқандай ренжіс жоқ. Мен өзім ақшамды айттым, оған айттым мен. Қанша дайындалдық, сол ақшамды бер дедім. Ол маған қайтарды. Болды, қайтарды, проблема жоқ. Потому что біз төлесіп жүрген адамбыз. Мен мұхит сияқты паниковать етіп, интриги создавать етіп, үйтіп, кейіп ішіп беткен жоқпын. Потому что мен мұхитпен бой болмай қалды, дайындалған күн ақшамды алдым, содан кейін маған новый контракт келді. Басқа организациядан? Басқа организациядан. Потому что мен төлесіп жүрген адаммын. Маған андан мұнан контракт келеді, мен шыға берем. Ол бір рет дайындалды, немайды. Қанша жыл төлескен жоқ, соны бір айқай кепіш шығарып. Соны енді мен айтайын. Енді осы теманы қозғап кеттік қой. Енді ол қарандыш, логично да, мына камера осы ғой да, қазақ еліне айтайын. Ол Зиян айтты. Ол бүйтті, лақтырып кетті, бүйтті. Жақсы, ол Зиямен проблемасы өзі шешілді. Зиямен өздері шешер. Но Инстаграмда пост шығарды. После он не говорил, что мұхитпен, Ануарбекпен дальше төлесем деп ол айтқан жоқ. Ол анау спонсорлар тік берген шортыйы, банағы киген пижама дей ма, қалай ана, ночнушкасы ма, ночнушкасын, соның бәрін шығарып қоштасып жатыр. Мен бүйтем, мен рахмет спонсорларға, рахмет, осылай мені қолдап, маған осындай ақша берді, осындай шорты тік берді, осындай халат тік берді деп рахметін айтты да, осыны киетін едім деді, и как будто қоштасып отыр да. Понял да? Ол қоштасып отыр. Ол ең соңында мен ойладым да, ең соңында ол айтатын бар деп. Біз организацияда по-любому туысеміз. Бізге организация шығатын болса, по-любому енді қанша қазақ елі күтіп отыр, точкасын қою керек қой. Ол айтқан жоқ оны. Мен күттім да, специально. Қашан соны деген айтады екен деп. Он не говорил. А кеше подкастта отыр, подкаст айтады, мен өзім организацияны ашайын деп едім. Өзім организацияны ашам, бұйырса былай дейді. Ол қашан ашады ол организация? Өтірік әңгіме да. Мен задне бермеймін бойдан. Мен мына айтып отырмын ғой, көріп отыр ғой. Организациялар шығатын болса, проблема жоқ, гонорарын келсеміз, төлесем. Мен күтем соны. Потому что точкасын қою керек. А мұхит, мен сені айтайын, мына камераға айтайын. Сен айтып отырсың, мен бесплатно төлесетін едім, анау. Шығасың ба бесплатно? Кел, бірге бірін ал. Бірге бір шығайық, давай. Камераны сөндірттік, шығасың ба? Духын тұрмайды ғой сен бірге бір деген немайды. Спарринг, и чё? Ладно, кіреміз, спарринг жасаймыз, и чё? Оны кім көреді? Қазақ елінің алдында конкретно бойды көрсету керек та. Конкретно шығып көрсету керек. Задне берме, так что келсін, жылай бермейін. Енді Мұхит Амантаев айтты ғой, жаңа өзінің промоушн ашам, организациям болады, сол жақта жекпе-жекті жасаймыз деген сияқты. Енді андай бір сенімді қылып айтты да ол. Кішкене сенім кіреді енді оған. Соған қарағанда енді жақын уақытта өзі ашып, өзі жасайтын сияқты. Енді қанша дегенмен ер адам ғой, сөзінде тұрады деген сияқты. Бұны Мұхит Амантаевтың өзі осы жекпе-жекті ұйымдастырса, бір әділетсіздеу болып қалмай ма? Конечно. Это тоже факт қой, сен фактты айтып тұрсың. Ол ашса организация, проблема жоқ, красавчик. Қаншама балдар тамақтанады, қаншама балдар ақшаға төлеседі, семьясын асырайды. Красавчик қой, бесплатно жасамайды. Ашсын, істесін. Мен оны бізде ондай зависть, көралмаушылық, черная зависть деген жоқ та. Проблема жоқ. Просто оның организациясында төлессек те, судьялар бәрі сатып алуы мүмкін да. Мен де ойлаймын, судьяларды сатып алуы мүмкін, өзінің организациясында істейтін болса. Конечно, ол да большой плюс өзінің организациясында. А так мен оған да задне бермеймін. Оның организациясында төлесіп берем да, надо будет. Мен де қараймын ғой тоже, қалай, чё, бізде по-любому точканы қою керек та. Мен оның организациясында төлессем де, кім ұтқанын халық көреді да. Халық көреді, комментарий толады. Сонда көреміз кім жеңеді. Действительно, оның организациясы шығып тұрып, мен ұтылып қалсам, проблема жоқ. Комментарий и так та оны көреді ғой, кім ұтқаны, кім ұтпаған айтады да халық. Солай, так что біз задне бермейміз, күтеміз. Халық бәрін көреді дейсіз ғой, бәрібір. Енді мынау, конечно. сол жаңағы All Stars деген компания жекпе-жекті ұйымдастырмай перенос жасады ғой, қыркүйек айына деп. Ол шын ба, әлде Зия Алиевтің ойлап тапқан тағы бір өтірігі ма? Мен енді наперед айтпай қояйын, ішіне мен білмеймін, Аллах біледі ғой, наперед.
сентябрьға деп ауыстырды ғой біздің бойды. Ол жерде деген переноста мұхит шықпайды деді. Мұхит шықпай ма, мен қайтан ақшаға төлесем басқа соперникпен. Мен шығам онда. Ақшамды сразу алам. Мен сөйтіп келістім енді. Ақшамды сразу алам, я выхожу. Болды. А мұхит ол бір бойымен жүрген адам, ол әрең жүрген, өз-өзіне әрең көтеріп жүрген адам да ол. Тренировка істемейді ғой біз сияқты. База жоқ, красавчик балдар тәрбиелейді, тренировка береді. Но ол емай, мына бойға деген қанша жыл дайындалды ол деген емай. Кәдімгі емай, не болып кетті ғой, жыр болып кетті ғой. 3 ай ма 4 ай дайындалып кетті да. Ұзақ солсыз жүрді да. Мен айттым Зия, давай бір айдың ішінде төлесіпсек, потому что халық күтіп отыр деп. Ол жоқ, анаяқтан алды да, жоқ, 3-4 ай дайындалам. И, конечно, оған дайындық керек. Постоянно по жизни бухал, кайфовал, печеньнен печень қалған жоқ, оған 2-3 ай дайындалу керек. Конечно, формада емес ол. И оған 3 ай 4 айда формаға кірем деп ойлады да ол. Кіре алмайды адам деген. Бір жыл жарым дайындық керек та, ондай адамға 10 жыл төлеспеген адамға. Қыркүйекте болса тағы сол дайындалу керек. Мұхит созып отқан, соның бәрін созып отқан мұхит. 4 ай 3 ай дайындалам, ойбай анау мынау деп. Бәрі жазып отыр, Санта-Барбара болып кетті ғой мынау жігіттер дейді да. Мен кінәм жоқ, мен бір айда төлесіп жүрген, мен келесі ай менде бой, например, төлесе үйреміз да біз деген. Солай. Негізі сіз сондай 3-4 ай, 2-3 ай бойы бүйтіп мақтылап тұрып дайындалатындай мықты қарсылас болып тұрсыз ба? Қалай сонда ол? Өзіңіз мықтымын деп ойлайсыз ба негізі? Қалай түсініп жоқпын мен. Қай жағынан? Енді мұхит енді кәдімгідей дайындалып жатыр ғой, 2 ай 3 ай деп. Соған стоит ба деген ба жалпы сізге? Жоқ, енді ол қараш, мен, например, мен тренировка жасап формада жүрген адаммын ғой мен деген. Мен жоқ дегенде бір демалыста спарринг жасаймын мен. 8 раунд, 6 раунд спарринг жастармен тұрып берем. Спокойно, балдар біледі, мен тұрып жүрмін да спаррингке. Ол вообще емайды, 10 жылдап, 5 жылдап параға тұрмаған адам ғой. Бүйтіп мына кеше Руслан Мадиевті айтады. Олармен қашан тұрды ол? Ол залда ғана жас балдарды, көптен бойға бокске келмеген балдарды ұрып жүр да залда. Ол спарринг партнер емес қой. Міне спарринг партнерлары. Руслан Мадиев, бана тағы да боксерлармен база жоқ, солармен бокстесіп шығып жүр да, дайындалып жүр да. Ол по-своему ойлап жүр ғой, дайындық деп. Мен Руслан Мадиевті отсам, значит, мотиваторда өтіп кетемін деген ой ғой да. Олай істелмейді ол. Ол бір жыл жарым бойы, он должен тренировочный процесс ұстап тұру керек. Спарринг тұрып жүру керек, сөйтіп. Залдағы істеп жүрген спарринг партнерлар, олар мультфильмдер. Ондай мультфильмдер толып жүр. Слабый, да, для себя жүрген адамдарды, формада емес адамдарды соғып жүріп, соған мәз қылып, көрген жоқсың, постқа салып, мен сразу қармақ ұстап алғансың оны. За жабры. Енді бағана айтып алғым кеттім, негізі осы Зия Алиев бұл жекпе-жекті ұйымдастырудан бас тартқаннан кейін, 2-3 күн өткеннен кейін сол картта жаңағы басқа боксшылар болды ғой, Балауса Мұздиман, Райыс Сейтжанов, Талғат Шайкен, солардың барлығын басқа организация алып ұйымдастырды. Ол бокс кешінде сіз де болдыңыз, мен сізді көрдім, көрермен ретінде жүрдіңіз ғой енді. Сол организациядан ұсыныс болған жоқ па? Ол организация мен көрдім, мана бүкіл боецтар, біздің картта болған боецтар анда шықты. Ол организацияда маған шыққан жоқ ешкім. Мен ойлаймын, специально неге шыққан жоқ, потому что гонорарды көтере алмайды деп ойлаймын да. Көтере алмағасын, көп сұрайды деп ойлады ма, әлде мені деген. Сон қауласқан жоқ, білмеймін. Бірақ бойды қарадым бар. Біздің Қазақстан боецтарын. Гонорары көтере алмайды дегенде, енді ол кезде мысалы мұхит тегін шығуға дайын болды ғой. Сіз тегін шыға салуға болмай ма мысалы, өткені халық қаншама күтті дегенде бәрібір халық үшін жасап жатсыздар ғой, дұрыс па? Халық үшін мысалы үміттендіріп қойдыңыздар да, бекерден бекер. Ол енді сіздерді де кінәлай алмаймыз, бірақ енді жекпе-жекті тегін жасауға ұсыныс болса неге шықпасқа? Соны айтып тұрмын ғой, мен Айнат тегін төлесіп соға болады. Сол организация егер тегін деп айтатын болса, онда шығатын едіңіз, Сол организация, может, мен ол организация шыққым келмеген бар. Понимаешь? Маған өздері хабарласқан жоқ, мен білмеймін. Тегін деген әңгіме деген жоқ. Тегін, манағы айтып отырмын ғой, тегін, мұхит тегін төлеспейді. Менде мұхиттікіндей спонсорлар жоқ. Оған спонсорлар ақша берді, чтобы мотиватормен төлесіп точканы қойсын деп.
Оған жоқ дегенде бір 20-30 миллиондай ұстайтын еді ол бойдан. Ол бесплатно төлеспейді ол. Если бесплатно төлесетін болып, если ода бәрі налажыны болатын болса, бесплатно жайында әңгіме айтатын болса, налажыны бәрі жақсы, ақша бар, ода қалтасында ақша көп, сондай адам деп айтатын болсақ, ол банағы шаурма, амбассадорский, ана киімдер, по факту да. Жарнама. Онда жарнама, реклама жасамас еді. Ода да аш бала. Ода да қатты ақша бар деп айта алмаймын. И банағы реклама жасап жүр ғой, машина, ойбай, там бірдеме, бәрі өтірік ол. Бәрі кино, мына шетіндегі масканы бар ғой, алып тастау керек та просто. Ода біз сияқты выживать етіп жүрген адам да. Действительно, шынайы контент қарады, шынайы сұрақ сағанды, если действительно ода бәрі ақша бәрі болатын болса, неге реклама жасайды ол? Ода қалтасында ақша көп қой. И оған айтып тұрмын ғой, ол бесплатно төлеспейді деймін. Мен білетін мұхит болса, ол бесплатно төлеспейді. Ол организация, оған бермесе де, оған спонсорлар көп беретін еді. А мен мен нені ойлаймын? Оған менде спонсор жоқ беретін ол бойға. Маған организация беру керек болады. Сонда организация маған бесплатно төлесеміз деп, мен мұхитпен барып бесплатно төлесу керекпін ба? Зачем? Маған басқа организация, может, одан да көп төлер да. А мен семьямды кім асырайды? Мен барып бесплатно, онда бәріме бесплатно төлесе берейін. Енді гонорар, ақша деп айтып жатырмыз ғой. Негізі сол ұйым қанша төлеу керек болды? Вообще по контракту айтылмайды. По контракту айтылмайды. Бірақ енді бір машинаның ақшасы ғой, по-любому. Қандай машина екен айтпақ. Қандай машина? Айтпақ. Енді точно российский емес. Кім мұхит Мерседес ешқа деді ма? 30 миллион деп басында әңгіме болды ғой сол. Изначально бар ғой, мен саған айтайын. Бәрі маска деймін. Міне қараңдаршы. Жігіттер, тағы да маскасын шешем да. Номадқа келді, организацияға. Номад файтингке келді, Бауыржан Рысбек екеуі келді, қонақ қылып шақырды. 2021 ма солай. Сонда оған Мұратбек Қасымбай сұрақ қойды да. Мұхит, сен мына организацияға шығу үшін қанша керек? Қанша керек деді да. Ол айтады, мен осы организацияға шығу үшін, мені бойға шығару үшін последний ешқа мэрстің кілтін беру керексіңдер дейді да. Сонда мен шығам дейді да. И ол мына жерде алады да Алстар боксинг ат шығады. Қалай ол? Алстар боксинг көп бермейді оған. Көп бермейді, аз береді, но что? У него есть спонсоры да. Оған спонсор береді да. Ол солмен, ол соған жыны келіп кетті да. Ол ана жерде бой отылу емес, нормально ақша ұстап алатын еді да. И алады да қоштасады. Шортым мындай болды. И че, ол неге көрсетті? Ол зачем көрсетті? Ертең бой бол, ойлап қараңдаршы. Ертең бізде по-любому бой болатын болса, соны киіп шығады ғой. Ол неге көрсетіп жатыр деймін да. Или басқа шортты тігіп аласың ба? Жоқ, негізі мен енді білмеймін, боец болмағаннан кейін бәлкім түсінбейтін шығармын. Бірақ деймін да, егер спонсорларды қанша кетті деді, 15 миллион ба? Білмеймін, 15 миллион, 20 миллион, 18 миллион деп кетті ма? Допустим, мен 15 миллионды мына жақтан спонсорлардан алады, спонсорларға не пайда деймін да одан? Спонсорлардан не пайда? Спонсорлардың түрі болады. Досым спонсор деген болады. Жан досым деген болады спонсор. Айтады, міне, шығып берші мотиватормен. Не керек саған? Мынандай ақша берейін саған деп. Не керек саған? Қандай дайындығың? Ойбай, массаж деді, психолог деді. Ол и так психсың сен өзің жүрген. Саған психолог не керек на? Сен любой психолог сен деген. Саған түсіндіре алмайды. Алмайды сені деген. Қайдағы психолог, қайдағы массаж ана? Массаж енді жақсы, аз ғой там, шамалы ақша беріп массаж жасатып аласың. Рекламың бар деген сияқты да, историяға салып. Бәрін, неше? 18 миллион деп кетті ма? Қайда 18 миллион, қайда кетті оның бәрі? Не сенсің 18 миллионды мұхит? Сен өзің енді таңғалып тұрсың ғой? Қалай ол өйтіп дайындалады деймін да? Не жет деймін да? 18 миллион. Қой жей ма, аш қарынға? Қызық негізі сол да. Осы сұрақ. Енді сіз осыдан бір ай бұрын біздің студиямызда қонақта болдыңыз, Жұман Жұмабековпен екеуіңіз. Негізі деймін да, енді былай салыстырмалы түрде қайсымен жекпе-жек қызығырақ, Мұхитпен бе әлде Жұманмен бе?
маған негізі бізде деген шынайы айтсам негізі біз деген мұхитпен деген разогрев, мұхит демеймін, мен өзім разогрев жасадым ғой. Сол бойды разогрев жасап, сол бойды қызықтырған халықтың алдында мен де бастап бүкіл видеолар жасап отқан мен. Маған соны қызықтырғасын бүкіл Қазақстан шолақ кетті. Бүкіл Қазақстан, қазақ елі күтті сол бойды. И мен сол мұхитпен шығым келді да. Жұман чо, Жұман? Жұман ол боец. Ол Төлеш деген боец. Любой момент шыға салам да ол мен. А мұхитқа білесің ғой, 20 жыл дайындалу керек оған деген. Дайындық керек, ол шал ғой, шал. Анау, каждый спонсордан 17-20 миллион сұрайтын болса, дайындығына мен білмеймін, ол не спонсорлар екен. Сіздер негізі ол мұхитпен бұған дейін де бір спарринг жасап жүрдіңіздер ғой деймін? Иә. Ол қалай болды жалпы? Қалай, соққылары қалай екен енді көрдіңіз ғой? Сіздер мына әңгіме да, мына қалай бар солай, Номадта деген сұрақ қояды ғой, Мұратбек Қасымбай. Біздің лигада, подкастты қарандар, интервьюді қарандар, Номадта пресс-конференция болады, сонда Мұратбек Қасымбай сұрақ қояды мұхитқа. Біздің 2 рет қойды сұрақ. Біздің организацияда Ануарбек мотиватор деген боец бар, солмен спарринг жасапсыз дейді. Сол жайында не айтып кетесіз дейді. Сұрақ қойды дейді. Сосын ол сұраққа бүйтіп жауап беріп тұр ол мұхит. Қазақ елі, ассалаумағалейкум, біз деген жалпы негізі мен былай деп әкеп берейін дейді. Біз деген былай сөйлейміз ғой дейді да. Негізі ойлап қарасаңдар, мен деген қазір тренермін. Тренер болып жүргесін біз балдарды олимпиадаға шығарымыз келеді, анау деді де, сөзден қашып кетті. Тікесін айтты. Сұраққа жауап берген жоқ та, сосын тұрды да, Мұратбек бүйтіп тұрды да. И сосын қайдан сұрақ қояды? Бізде Ануарбек мотиватор деген, мана сұраққа жауап бермеңіз. Сіз деген осындай сұрақ сізге Ануарбек мотиватормен спарринг қалай болды деп айтып отса, соған жауап бересіз деп сұрақ қойды. Тұрды да, жалпы негізі айтып кетсек, негізі мына Бауыржан екеуміз осылай деп көңіл айтып кетті, тағы да бірдеме. Жауап бермейді сұраққа, өшін қашқалақтайды. А спаррингте мен оны там спаррингте ұрттадым, бүйттім, сөйттім деп айтпаймын. Оның деген мына тесіктерін көрдім да. Тесіктерін көрдім, қалай қалы жоқ та оның. Именно сол спаррингте оның қалы оған жоқ. Формада емес қой, мен қайдан білейін оны деген. Личкаға жазам ғой, спаррингке келсем қалай болады деп. Кел дейді да, енді Инстаграмда көруші қызылған болып төгісіп отады ғой. Новичоктармен қызылған болып төлесіп жүр. Мен ойладым, действительно формада бар, қайдан білейін деп. Может, былай боецтармен төлесіп жүрген бар. Хотел проверить его. 3 раундқа кірдік. 3 раунд, мен айттым, давай 5 раунд, 3 минуттан бокс есейік. Потому что менде Номадта бой болды да, кулачкадан дайындалдым. Жоқ, 3 раунд 2 минуттан. Мынау деп банағы. Шықтық, и что-то жайлап жасап жатыр да. Учениктер қарап тұр. Учениктер камераға түсіріп тұр, короче. Сосын жайлап жасап жатқасын, менімен жайлап жасап жатыр да, тиіп қашып былай не істеп. Сосын енді мен высокомер проявлять етіп, оны ұрмаймын ғой учениктердің көзінше. Сосын жайлап жасап жатқасын, мен де жайлап жасадым. Сосын спаррингте де теріс шыққан жоқ, тісіме тұрып қалды да спарринг. Түсінбей қалдым, что-то бар ғой. Ет тұрып қалады оны. Сол сияқты тісіме тұрып қалды спарринг. Қой дедім, сосын бір терлей алмадым даже ғой. Короче, ұнаған жоқ спарринг вообще никакой. Содан болды. А так мен ешқандай он сверхъестественно ешіне көрген жоқ. Как обычно шал ғой, формада емес, болды. И все. Шал дегенде сіздер құрдассыздар ма, қалай? Жоқ, шал болғанда ол менен 2 жас кіші ғой. Но он выглядит как старик. Двигается как старик, да? Сіздер ойлап қалмаңдар, қазақ елі высокомерить отыр, тәкаппарланып отыр деп. Жоқ, мен конкретно айтамын, посмотрите, как он двигается. Инстаграмда салып жүрген темалары бар ғой, былай. Анау шығып кетіп, жоқ деп, ана бірдемелер көрсе, өтірік оның бәрі. В бою что-то пошло не так деген білесіңдер ма? Бойда басқаша бәрі. Солай. Одан кейін ана көктемде ма, қыста ма, осы жекпе-жекті жаңа қыздырып жаттыңыздар ғой, сол кезде сіз сол Мұхит Амантаевтың залына барып, бір шапалақ жеп қалдыңыз ба да? Шапалақ жеп қалғанда тема деген былай, сен ол сұрақтарды, интригующий сұрақтарды қоя берме. Сонда ба? Сен ол сұраққа, мен саған жауап бермеймін ол сұраққа. Мен ол сұрақты кімге жауап беремін? Бана халыққа жауап берейін да. Мен жоқ, енді халықтың артынан сұрақ современник, перебивать етпеші. Сөйлей аласың ба? Умеешь говорить, умеешь слушать. Мен саған айтайын. Міне қазақ еліне айтайын да, тема былай болды. Мен келдім, мен төлесуге келген жоқпын ол кезде. Мен общениеге келдім. Келдім,
ар жағында жас бала дайын тұр да, шапалақпен соқты, ар жағындағысы алып кетті да мені специально, чтобы я ответ бере алмау үшін да. И что потом? После уақыт өтті, там мотиватор шапалақ жеп алды, анау мынау. И что, подкаст болды содан кейін. Осы последний подкаст. Не істеді ол? Шапалақтың көкесін жеді, ответкін ұстады ғой. По-любому ответкісін бердім да. Соны естің келіп отыр ма? Ол жерде білмеймін енді, ол подкастты үзіндісін көріп қалдым. Андай келісіп алған сияқты болды ма, бір келісіп алғанда енді мен оны не сонда деген. Енді ана же мен енді ол бүкіл халық деген бойды күтіп отыр. Я мог бы его избить. Кәдімгі жекпе-жектегідей. Травмалық бола ма? Мынаумен соғып, талдырып тастап, мына сол жерде. Возможно болды, шапалақпен соқтым. Мынаумен соққанда құлайды. Ұрып тастасам шынтақпен үстіне отырып. По-любому маған ұрғызбайтын еді. Ана жерде бәрі охрана алып кетті ғой. Көрдіңіздер ма? Мен оны охрана болмаған жағдайда да мен оны ұрып не істеймін? Травмировать етемін специально. Бой болып қалады, бой болмай қалады. Сосын қазақ еліне кім виноват? Мотиватор виноват. Специально травма бердің, бойға шықпау үшін деп айтады да. Мен келдім ответкісін беруге. Шапалақпен соқты ма мені? Мен шапалақпен соқтым. До кучи лақтырып жібердім жерге. Как тряпку ежі. И все. Бұл видео біздің достарымыз Париматчтың қолдауымен шығып отыр. Олардың телеграм арнасына сілтеме комментарийде бекітілген. Париматчтың телеграм арнасына өте отыра сіздер олардың ұйымдастырып жатқан акцияларынан хабардар бола аласыздар. Нұрбек, енді инстаграмда, рингте, октагонда жалпы шоуды өлтіріп тұрып жасап жатсыз ғой. Енді біздің қазақ халқы бұндайға дайын деп ойлайсыз ба негізі? Өйткені қаншама хейтерлеріңіз бар. Бір кейде ойланбайсыз ба, үйде жатып, осы не үшін жасап жүрмін деген сияқты ше? Жалпы былай айтайын да, насчет шоу да, бізде қазір сен нешедесің жасың? Құпия. Сен енді менен кішісің ғой енді. Мен эти 90-е 85-мін ғой мен. Это время достал да. Бізде кезінде деген бана элементарный кино Жан-Клод Ван Даммен Жан-Клод Ван Даммен Дольф Лундгреннің киносы болды. Универсальный солдат деген. Біздің замандастар біледі да. Жастар білмейтін болар. Универсальный жарыс болды. Универсальный банағы фильм да, такой Жан-Клод Ван Даммен екеуі. Дольф Лундгренмен екеуі қырылады кинода. Содан кейін после олар красная дорожкада звездалар болады ғой. Бәрі сонда жүреді ғой, фотоға түсіп. Сонда бәрі келгенде Жан-Клод Ван Даммен бана Дольф Лундгрен 1992 жылы они делают шоу. То время 30 жыл бұрын шоу жасаған. Екеуі ұстасып қалады. И андай қырылып кетеді да, айырып тастайды да. Біз құттаймыз ғой, сол киноға тойып алғанбыз, қараймыз да. Сол шоуды сол кездері жасаған олар. Интриганы бар ғой. Кім үшін олар? Халық үшін да. Мен ойладым да, қарадым да. Жан-Клод Ван Дам мен Дольф Лундгрен кездесіп қалыпты ғой деп. Екеуі деген ұстасып қалыпты ғой деген интрига создавать етеді. И Санта-Барбара бана өздері айтқандай, халық айтады, Санта-Барбара там телесериал болды. Кино болып жатады. Ең соңында бана әйел адамды есікті ашып өлтірейін деп жатады. И сол жерден сериал бітіп қалады да. Сонда біз мамаларымыз, банаға әкелеріміз қарап отырды да. Мына қайыршы ананы өлтірейін деп жатыр. Келесі сериал қалай болады екен деп специально интриги создавать етіп, келесі сериал қарасын деп істейді да халыққа. И соответственно біздің қазақ елде кім жасап отыр шоуды? Кім жасап отыр шоуды? Интрига жоқ. Үйге келесің, иногда бывает такие моменты, YouTube қосасың, нечего смотреть. Қарайды, ничего жоқ та. Қызық емес, одно и то же. Подкастта отырады, осылай қайда, там өзін таныстырады, бірдеме әңгіме айтады, не интересно. И бойларға шығады, бана кеше Нұрбек Қарабал айтқандай, никакой разогрев жоқ. Кім туристейін деп жатқан білмейді. Стердаун болады, бір-біріне қарап тұрады, действительно как влюбленные қарап тұрады да. Жақсы дейді да, таят. Ол кімге қызық ол? Мен шоуды жасаватым қазақ елі үшін да, чтобы қызық болсын, чтобы интересно болсын деп да. Өзіңге, например, сұрақ саған ұнап жатыр ма шоу? Енді перебью. Осы шоу болмаса, мен мына жерде отырмас едім. Мен шоу жасамаған болсам, мен ешкім танымас еді. Это все надо. Қазақ еліне шоу керек. Все. Қанша еңбек, қанша
тер, қанша еңбек. Мен, например, өзім сценаристпін, өзім деген қалай айтты, стилистпін бар ғой, өзім сценарийді істеймін, өзім деген киімді подобрать етем, қалай мен шығам, қалай мен жүрем, не айтамын деген сияқты да. Иә, музыка білмеймін, енді музыка мен қоймаймын да, чисто сөйлегендерім ғой. А пресс-конференцияде там сценарий не надо, там вопрос задают, по факту отвечаю. И сол ұнамайды ешкімге. Мен үндемеймін, мен никогда, сіздер өздерің білесіңдер, мотиватор никогда үндемей тұрмайды. Мен отырам, олар сами по одному мне нападают. Потому что что? Шоу хотят сделать, хайпы хотят набрать насчет меня. И маған ұрынады да, сөзбен жиналмайды, а мен сөзбен аламын да, жиқ қоямын да. Любойына жауап берем да, бетіне қарап жауап берем, и ол ответті ала алмайды. Жұман сияқты банағы менді кім? Ана Тайсон не істеді пресс-конференцияда? Сол пресс-конференция болмағанда, шоу жасамағанда мен ол пресс-конференция мен көтеру, мен болмағанда ешкім көтермейтін еді оны. Комментарийін қараңдар. Осы мотиватор болмағанда мына пресс-конференция қызық емес болатын еді дейді да. Сол мотиватор үшін қарадым дейді да. Көтеріп алдық қой пресс-конференцияны. Просмотр керек, оларға просмотр керек. Жинап бердік просмотрды. И все. Жоқ, бір жағы енді жаңа айтып жатсыз ғой, баяғыдан бар деп, бір жағы бір андай киноға тойып алған сияқтысыз да. Қалай киноға тойып алып? Енді мысалы ол жаңағы пресс-конференцияның астындағы комментарийлер ол мақұл. Бірақ жаңағы басқа ММА көрмейтін халық бар ғой бізде, айтып жатады ғой, не істеп жүр, жас 40-та. Қалай киноға? Қай жерден сен көрдің киноны? Жаңа история айтып жатсыз ғой, кино деп. Жоқ, енді сен мисаған қарап өстім деп айтып. Жоқ, енді мен саған айтып отқан жоқпын ба, мына жерде деген басындағы интриганы қарайды да, и дальше біздің үлкендеріміз қарайтын еді. Сейчас на пресс-конференции отырады бәріні, Номадта, любой организация, Найза болсын, Октагон болсын, сидят на, өзін таныстырады, и все. Мен анаяқтан келдім, есім мынау болады, рекорд мынау, фамилия мынау, осы қаланыкімін, ана қаланыкімін, и все. Бой көрсетеді, жекпе-жек. Нахрен никто не знает, кто он, что он, о чем. Бойға шығады, и зрелищный бойда көрсетпейді. Зрелищный бой көрсетсе де ешкім қарамайды да, ешкім танымайды да. А халық не қарайды? Халыққа интересно. Шоу, интрига, элементарно. Біздің основном халық не қарайды? Бір болайық қарайды. Қосылайық қарайды. Онда потому что бір-бірімен қырылып атады. Айқай, кипиш, солар жақсы таниды. А боецтарды халық танымайды. Потому что они шоу не делают. Бір мен түсінемін енді. Шавқат Рахмонов сияқты, банағы Арман Ашимов сияқты, банағы Асу Алмабаев сияқты зрелищный бой көрсетсе, мен базар жоқ деймін да. Шоу жасамайды олар. Но олар сияқты кім жасап жатыр? Бәрі деген зрелищный бой көрсете алмайды ғой. Ну, и мен қара әңгіме, менде төлесем, соответственно, мен енді айтады да, сен тек шоуменсің ғой дейді да, сен тек актерсың ғой дейді да. Қалай актерна? Мен қанша жыл спорт, например, бокс тестім, қанша 95-тен 2019-ға дейін бокс тестім любительскийде. Спорт шебері орындадым, жекпе-жектен спорт шебері орындадым. Қалай мен регалияларымды толжа алып тастайды да. Мынау тек шоумен, мынау клоун дейді да. А регалияларымды мен артқа қарамайды да. Мен тек бір құлақ бағаным бар, соны айта береді. Бір рет құлағанымды айта береді. Кім құламайды енді? Жоқ, бәрі, оның оңғасында Арман Оспанов та ұйықтады ғой, қанша қығындыртады оны. Но он шоу не делает, интригу не делает, о нем не говорят, что ол ұйықтап қалған. Например, қаншама адамдар ұйықтады. Но шоу жасамағасын, ол адам үндемейді да. А мен сөйлеймін, маған айтады әңгіме анау мынау деп, мен сол сұраққа жауап берем де, нағыл жауап берем, нағыл бетіне қарап отам, и мен ешкімге ұнамаймын. Жігіттер, сіздерге айтайын, қазақ еліне, мен никогда үндемей қалмаймын. Мен маған сұрақ қойды ма, маған деген бірдемеде сөйледі ма, мен жауап берем сразу. Ұнай ма сіздерге, ұнамай ма, маған қызық емес. Солай. Менде де намыс бар. Енді бағана шоу жайында айтып жатырмыз ғой. Сонда сіздің ойыңызша Қазақстанда мотиватордан басқа шоу жасай алатын боец жоқ қой? Кім жасап отыр шоу? Саған сұрақ соответственно. Кім жасап отыр шоу? Еркебұлан Тоқтаршы. Қандай шоу? Жоқ, ол красавчик. Жекпе-жектен кейінгі әр микрофонда ол тұрмайды ғой, ата-анама рахмет, бапкеріме рахмет деп. Рубкада төбелесетіндер бар ма деп, жекпе-жектен кейінгі әр айтқан сөзі хит болып кетіп жатыр да. Мен саған айтайын,
ол или шоу бөліне ма ішінде? Еркебұлан Тоқтар ол красавчик. Действительно ол сияқты актерлар шығып андай результат көрсетіп төлесіп ешкім істеп жатқан жоқ. Ол красавчик. Ол өзі айтты ғой, мен далада төлестім, бүйттім, сөйттім деп. Красавчик, базар жоқ. Но оның шоу басқа да. Что на пресс-конференции после боя бана сөйлеген өтіп жатыр. Красавчик өтіп жатыр да. Но менің шоуым басқа, оның шоуы басқа. Мойындау керек та. Енді ол по-своему шоумен. Мен по-своему. Солай ол оның шоуын жоққа шығару болмайды. Красавчик, он делает тоже. Әйтеуір самый главный Камиль Гарате сияқты емес та, шыңғырып сөйлейді да. Но он не знаю, какой шоу делает да. Маған, например, Камильдің шоуы ұнамайды. Шыңғырып, шаңқылдап ема бас кетіреді да. А мен по факту айтам. Былай болды. Солай. Енді шоуды жаңағы көп жасайтын адамдарды бізде халық поп ММА өкілі деп атайды ғой. Сіз өзіңіз қайсына жатқызасыз? Қай санатқа? Поп ММА ма әлде поп спорт түрі ма жалпы, әлде кәдімгі кәсіби спортшы ретінде санайсыз? Поп ММА деген не сен үшін? Поп деген не сен үшін? Поп ММА деген түсінігім бойынша блогерлер, қысқасы танымал адамдар, инфлюенсерлер жаңағы поп ММА-ды ұйымдастыратын организацияға бар. Бізде бар ғой енді рух, оның алдында рамбл шоу дейтін болды. Сол жаққа барып төбелеседі. Олар проф боецтар емес. Олар пресс-конференцияларын қарасаң енді аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатады. Білгендерін істейді ғой ана жақта енді. Олар қаздарын қуып, өтірік блогерлармын деп жүргендер, оларға мен жатпаймын. Мен айтайын саған, поп мында раз на раз не приходится. Есть бойцы в поп ММА, которые могут выиграть профессионального бойца. Сондай бар. Профессиональный боецті ұтып алуы мүмкін. Сонда сен қалай айтасың, поп ММАщик взял профессионального бойца, выиграл деп. Болады ондай моменттер. Ол базар жоқ. Енді проф боецтар басқа ол. Поп ММА басқа. Мен найзада төлестім, жекпе-жекте төлестім. Жекпе-жекте қазақ ұлттық спорты оны да профқа да кіргізеді да. Потому что действительно как проф. Мен содан төлесіп келдім, например. Бокстан төлесіп келдім, например. Ол бәрі деген, поп емес қой олар деген. Мен поп ММА-ға шақырама, мен онда да бар төлесем. Маған самый главный төлесін, болды. Мен ойымна. Соны алып алам, кредитін төлеп тастау керек, семьямды асырау керек, болды. Проф ММА-ға шақырама, проф ММА-ға бар төлесіп тастаймын. И там тоже деньги. Мен олай бөлмеймін да, конечно. Кто как может выживать, кто как может говорить, и все. Ануарбек, енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, поп ММА анау мынау деп оны айта берсең, әңгіме бітпейді да, мына жерде 2-3 сағаттап отыра беруге болады. Енді Мұхит Амантаевпен жекпе-жек не болады, біз соны талқылауға келдік, арнайы сол үшін шақырдым сізді. Енді нүктесін болмаса да ең құрығанда үтірін қойып кетейік, осы жерде жекпе-жек бола ма, болмай ма? Менің бір естігенім бар да, сырттан өсектемей осы жерде камераның алдындағы айта салайын. Ануарбек Мұхиттан қорқып жекпе-жектен шықпай қойды деп сондай бір әңгіме естідім да. Сен заебал шығардың ғой, сұрақтар, интригующий сұрақтар, маған провокационный сұрақтар, мен саған қойма дедім ғой, сен бас кетіп отырсың натуре. Араласпадың, сөндірші камераны. Отырыңыз, сөйлесейік. Не ол провокационный сұрақ? Өзің отыр деймін мен саған. Провокация. Мен саған мен ондай сұрақтарға келіскен жоқпын. Мен саған айттым ғой, интригующий сұрақтар маған қойма. Келіспе ол мәселе. Отыр сұраққа жауап. Отыр, нормальный сұрақтар ғой, басты кетірме. Нормальный сұрақтар ғой. Натуре шыққаннан кейін сөйлесеміз. Сөйлесеміз мына жерде. Сөйлесеміз, проблема жоқ. Халыққа маған дұрыс сұрақтар ғой, порожняк сұрақтар қойма қоймын, сен айтайын. Сұрақ ол бөлінбейді, дұрыс емес деп. Ол қалай бар, солай айтып маған қызық емес, мен саған айтып отырмын ғой. Дұрыс сұрақтар ғой, интрига керек емес мына жерде. Бана ол сұрақтарға жауап бердім ғой, болды. Қой нормальный сұрақтан, уақыт жоқ менде, бос қоя, кетем мен. Мақұл, енді бүйтіп бармай қояйын мен, шыққасын сөйлесерміз бөлек. Қай жерге дейін барайын деп едім. Жоқ, мен бұл шығарылымды мен өзіме хайп үшін емес, мен халық үшін жасап жатырмын да, халық өткен жауабын білгісі келеді. Халық үшін жауап бердім мен. Жауабын айтыңыз, осы жерде енді нақты жекпе-жек бола ма, болмай ма? Кейін сыртқа шығып болса, шығып сөйлесеміз. Бой бола ма, болмай ма, сен емес мына жерде точкасын қоятын. Точкасын қоятын мен, точкасын қоятын Мұхит. Екеуміз точканы қоямыз, сен емес, тағы да айтайын. Қазақ еліне айтарым,
бой бізде болады, күтіңіздер. Мен жақтан никакой не болмайды, манағы жаман исход болмайды. Мен по-любому бойға шығам. Бүкіл сұрақтар мұхитқа жігіттер. Жақсы, енді рахмет келгеніңізге. Кішкене құрметсіздік болды, енді өткен шығарылымды аяқты көтеріп отырдыңыз. Бүгін болса мынау енді. Мен саған тағы да айтайын, мен қалай өзім білем, қалай отыру керек екен. Жақсы. Короче, бітті ма? Бітті. Болды, шықшы далаға. Жүрші. Мен аяқтап кетейін қазір, кейін сөйле. Құрметті көрермен, бұл Спорт Пульс YouTube арнасы, біздің арнамызға жазылып кетіңіздер. Бұйырса алдағы уақытта осы және осыған ұқсас тағы да көптеген шығарылымдар болады. Аман сау болыңыздар.